сендерге де сен де 500 мыңнан беретін боласың де. Сол кезде еркекке қанат бітіп құда қаласа жүретін болады. И салаттарды көп жаса. Егер мен әйелдің ритмдері, өмірдегі ұмтылысы екі түрлі болса, ажырасқан дұрыс па? Жоқ. Еркек пен әйел екеуі бір ритмде болса, ол сенің балаң болып қалады. Сен оған ақыл айтып, басын сипап, екеуің ұрсып, оған киімін шешіп, киіндіріп, сөйтіп қаласың, есің ауып қалады. Ондай сауып қалады саған. Так что еркек пен әйелдің ритмі екі түрлі болу керек. Әйел ритмде болу керек, еркек ритмде болу керек. Еркек сыртта семья ашырайтын болып, тоқтамай жұмыс істейтін болып, мұрнымен шаншылып құлау керек. Ақша табам деп жұмыс істеп, мұрнын көтеруге құлау керек. Салатты жеп отырып ұйықтап қалу керек. Сондай халде болу керек, сонда еркектің бұл несі болады, ритмі болады. Әйел өзінің үйдік әйелдің ритмі болады. Солай. Хатым Құран дегенді түсіндіріп беріңізші. Хатым Құран басынан аяғына дейін 114 сүрені қалдырмай, бір аят бір сүрені қалдырмай оқу. Құранды 600 бет бар. Фатиха сүресі біріншісі болады, бірінші беті болады. Содан бастап соңына дейін 600 бетті басынан дейін оқып шығуды, мейлі жаттап оқысын, мейлі қарап оқысын. Сол оқығанның бәрін хатым дейді. Печат деген сөз ғой. Печатын қойып бітірдім дейді. Ол енді скоростына байланысты. Молда сәл ежіктеп оқитын болса, онда бір ай оқиды, 40 күн оқиды. Егер скоростной молда болатын болса, ремикс оқитын, онда зуылдатып оқиды. Школдағы бала сияқты ғой. Школдағы бала қалай оқиды? Ежіктеп оқыса, қалай оқиды? Тез оқыса, қалай оқиды? Сол зуылдатып оқитын адам 10 күн, 15 күнде бітіріп тастайды. Оған да жетпейтіндер бар. Боқтап ренжітетін күйеуіне де салт жасап мотивация керек. Имам шақыру керек па? Бала туылған кезде құлағына атын қалай сыбырлау керек? Имам шақыру керек па? Жоқ, жай құлағына сыбырлап, құлағына айтудың керек жоқ. Құлағына айғайлайтындар бар екен, жоқ. Сол рядом дейді ғой, орысша айтқанда. Қасында айтсаңыз болды. Аллаху акбар, Аллах, азан айтады. Содан кейін қамат айтады. Оң құлағына азаннан кейін сенің атың бәленше деп айтады. Сол құлағына атың бәленше деп айтады. Енді біз қазақпыз, Алланың атымен, пайғамбардың сүннетімен, қазақтың салтымен, Құдайдың бұйрығымен, пайғамбардың сүннетімен, қазақтың жора жолғысыменен сенің атың бәленше десе жақсы болады. Суррогатный мама болсам деп едім. Қайтыңыз бұл райыңыздан, бұл дұрыс емес, дінімізде арам болып есептелінен шариғат рұқсат бермейді. Күнәлі боласыз. Бірде сұрап едім, есімді ауыстыруға шариғат үңгі қандай деп. Есімім Сағыныш, атымды ауыстырғым келіп жүр. Бірде сіз жауап беріп едіңіз, маған даусыңыз сол кезде естімей қалды дейді Сағыныш. Атың жақсы ғой. Сен қазақтың Сағыныш болады, құрмет ететін, сағынып, әрбір сөзіңді күтетін қыз бол. Сенен дүниеге келген перзент елдің қазақты Сағынышты перзенті болсын. Құдай қосқан жарың қазақтың Сағыныштың жары болсын. Өте жақсы ғой. Не жаман атың бар? Қазақтан ұяласың ба? Сағыныштан ұяласың ба? Сағыныш болмаса, онда зар боласың, онда не қыласың, оны өзгертіп. Сондықтан меніңше арабша, басқа аттарға ауыстырудың қажеті жоқ. Сол Сағыныш атың өзіңе өте жақсы. Балаға туылғанда азан шақырылмаса, енді өсіп кеткенде азан шақыру керек па? Жоқ, керек жоқ. Балам 4 жастан кетті, азан шақырып аты қойылмай қалды, кеш емес па? Жоқ, кеш емес, етпейді, қажет емес. Уақытысында айтылмаса, кейін айтудың қажеті жоқ. Қарызға ақша алғанда қайтарып беру керек па дейді. Өліп қалсаң бірінші қарыз сұрайды. Қарызды бермесең өлме, желательно өлме. Өлсең қиын болады. Қашып жүр. Сол қашқаннан мол қаш. Антарктидаға барып тіреліп, жер шарып бітіп, аяғың салбырап тұрса секіріп кет ары қарай. Тұрма. Қайтпа, ұстасаң бітті. Жағдайың қиын. Северный ледовитый океанға барып, аяғың тіреліп тоқтап тұрсаң, тоже секіріп кет, тоқтама. Сол кеткеннен кете бер, ұсталсаң қиын болады жағдайың. Соқтан қарызды бер. Орын ауысып кетсе, еркек тапқаным осы, енді қайтем деп бір кішкентай айлықпен жүреді. Ол асырауға жетпейді. Бұл дүние өзі ешкімге жетпейді. Түсінесіз ба? Миллионерден сұрасаңыз жетпейді. Мен 1-2 миллионерден үлкен ақша сұрап едім, бәлеге қалдым. Амандаспай қойды қазір. Солай. Қазақ бұны баяғыда айтқан. Бай болған сайын қалтырауық дейді. Сондықтан ондайға мән бермей қойыңыздар. Олар жаңаға ақшаны оңға солға шаша береді, бірақ шын мұқтажға бермейтіндер бар. Сондықтан оған мән бермей қойыңыз. Дүние ешқашан жетпейді, барымен базар, аз ғана тапқанның Құдай берекесін берсін деп
аштан қалып жатқан жоқсыз ба? Иә, еркекті былай түртіп тұру керек, шұқылап тұру керек, будильник сияқты заводить етіп тұру керек. Сол заводқа беретін әйел сіздерсіздер. Ол ырылдасып, дырылдасып төбелескеннен еркек дүниені көбейтпейді. Әр еркектің өзі бір подход жасайтын жолы болады. Әр еркек өзінше бір дара бір тұлға. Оның әр еркектің өзінің бір ключін табу керексіз. Өмір жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін сол жолда сіздерге қуат берсін деймін. Құранды қазақша оқыса да қатын болып санала ма? Құранның переводын оқысаңыз сауап аласыз, иә, өйткені ілім бар, білім бар, тәлім алар ол жерде. Күйеуім қол көтереді ішіп келгенде, аузына келген боқ сөздерді тыңдау мүмкін емес, бірақ ішпегенде жақсы. Не істеуге болады дейді. Ішкен кезде жолама, кішкене алысырақ жүр. Ішпеген кезде жақсылап түсіндіріп айт. Ал енді ұратын келсе, полиция шақыра салып жібер 15 күнге. 15 күн кішкене жақсы болады. О жақтағылар да жақсы білетін не істеу керек екен. Әйелім айғаймен шешеді үйдің тірлігін, балаларға жай айта алмайды, менің содан шаптырым кетеді дейді. Әйел солай, әйел айғайлаған жақсы көреді, әйелде эмоция көп, бақырған жақсы көреді. Әйел сен бақырған сайын жаның кіру керек, сен соны бақыртпайтындай жұмыс істе. Әйел қайда, неге үйді жинамайсыңдар дегенде қаш сенде. Үйді жина, сразу намаз оқып кетсеге дұрыс па айтсаған. Әйел бақыра бастағанда жай намаз жерге төсей салды. Бисмилля, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах деп сол намазда басын сәждеге қойып Құдайдан сұрай бер. Құдайым әйелімнің жағы исайып қалсын деме. Құдайым жақсы жүрегіне мейірім салшы, осы қатынын бір күн ұрып тастамасын мені, я Алла деп айт Құдайдан. Сол әйел сені адам болсын деп айқарады. Саған сөйтеді. Бұдан да көп тапсын дейді. Әйелдің мотивацияны әр әйел әртүрлі біледі. Кейбір еркектерге жай сөйлеген жараспайды. Жай сылап, сипаған түсінбейді кейбір еркекші. Оларға бақырған жарасады. Бақырсаң, пуля ұшасың. Түріктердің бір мақалы бар. Әйел кадын дейді. Кадын дуз десе, еркектің бір жері выз дейді. Сол сияқты выз деп жүгіретін боласың. Жақсы болады. Әр еркек әйелге подход әртүрлі. Өлген адамға жылына қанша хатым Құран оқыса болады. Қанша көп оқи аласың, сонша оқи бер. Ограничение жоқ. Қанша көп, сен бүйтіп алсаң, қанша сауап берсен болады деп бер, аяма. Молда оқса ақысын төледі, Құран хатымды 50 мың сұрады дейді. Енді оның сұраған сәл жақсы болмаған, бірақ енді өзінің ниетін айтқан шығар. Бере алсаңыз беріңіз, бере алмасаңыз алдын ала келсіңіз. Шүкір осыған тәубе етеміз деп аз ақша тауып жата беру керек па дейді. Жоқ, әрекет етесіз. Біреулер бар, миллиард тапса да Құдай берекесін бермейді. Сіз біреу 50 мың табады, ана кім Айшолпан ақын қарындасымыз айтқандай, кредитің 100 мың, айлығың 90 мың, өмір сүріп жатқан қазақтар бар. Не айтамыз енді? Баяғыда бір етікші жаңағы жұмыс істейді екен да, нелердің етіктің жасайтын жібін басқасын сатып алғаны 50 мың болады екен, бірақ елден 30 мың алады екен жөндегеніне де жалпы. Соны әйел түсінмеймін дейді да күйеуіне. Сен өзі расходың доходтан көп депті. Бұл қалай өмір сүреміз десе, жақсы ғой деп айтады дейді. Не жақсы десе, сені етікшінің әйелі деп айтады. Жақсы ғой деген екен. Сол сияқты әр нәрседе қайыр бар. Енді жоқ деп төбелесе бергенде не әбер шығады. Жәнді жегенде өзінің орны болу керек. Еркекті жән жейм деп семьяңыз бұзылып кетіп жүрсе, сол күнге зар болып қалмаңыз. Жұмысқа кірсем, бір хаптеден кейін шығып қала берем, не себеп ондай болып тұр дейді. Мен білмеймін ғой, бастықтан сұра. Сол жұмысқа кірген бастықтан сұра. Неге мен бір хаптеде шыға берем? Бір хаптеде мен неге шығарып жібереді деп. Сол бастық біледі, мен білмеймін ғой. Сен жұмысқа алған жоқпын мен. Мен жұмысқа алсам айтам сен, мына жерде қатең бар, осыны түзетейін. Сен бір хаптеде түзетіп аласың да, ары қарай жұмыс істей бересің алтыным. Лев Толстойдың шығармаларын оқып көрдіңіз ба дейді, әлбетте. Аға, келіншегім ажырасамын деп ажырасты, арамызда қызымыз бар, не істесем болады? Барып жалынып талғатты, қайтып алып кел. Сенсіз өмір сүре алмаймын, мен ақымақ болыппын, мен ерекше кішкене эмоциям, мен сен әйел сияқты болып қалыппын, мені кешір жаным, мен кішкене дұрыс істемедім деп, қызым үшін я тебе прощаю деп тәкаппарланып мұрныңды көтерме. Наоборот, әйел адам кішкене иілгенді жақсы көреді. Сенікі дұрыс, осы сен мен бақытты болғым келеді, енді мен де түсінші деп түсініп айтып, енді ешкім жоқ кезде на колени тұрып жылап жіберсең де болады. Ешкім жоқ кезде, бірақ совсем подкаблучник болып қалма, бірақ кішкене ешкім жоқ кезде сөйтіп спальныйға кіріп, тығылып барып, сөйтіп кешірім сұрасаң, сенің әйелің ештеңе етпейді. Сол әйелден арғы жер бетінде басқа әйел таппайсың жаным. Соны алып кел.
Қайтатын мүмкіншілік болса. Егер қайтатын мүмкіншілік болмаса, кетем десе, енді онда жолы болсын, тыныштық бер онда. Оны жан жеме. Артынан жаман сөз айтпа. Зорлап, ешкімді күйеу қылмайды, ешкімді әйел қылмайды. Сондықтан зорлаған, жетектеген ит ауға жармайды. Қарап көресің, болса болады, болмаса қояды. Аға, отырған жерде бір аттары хор қыздар туралы көп айтады. Осы қайдан шықшан, соны айтып кетсеңіз дейді. Енді әмин, сол хор қызға жетсін, не айтамыз енді. Бірақ құр айта бергеннен жетпейтін анық. Ұлым 19-ға шығып жатыр, үйленем деп жатыр. Тапқан қызын жаман айтып жатыр ел, не жасасам болады. Сонда сен балаң жақсы, табатын қызы жаман ғой. Келмей жатқан қыздың әберін төгіп атыстар да. Сен балаң қайдан білесің жақсы екен? Ұлым үйде, қылығы түзде. Сондықтан бұл біріншіден айтайын дедім. Екіншіден, сенің 19-дағы балаң қатын алуға жарамайды. Әйелдің қадірін білмейді ол. Оның ол тұрмақ келінің қадірін сіз білмей жатсыз. Әлі келмеген келінді жерден алып жерге салып жатсыз. Қайдан білесіз? Әркім менде жамандай келін бар. Сонда менде жаман ба, неге тыңдап отырсың оны мен? Сондықтан адам айта береді. Біріншіден. Екіншіден, сенің балаң 19-да болса, тең құрбысы болған күннің өзінде ол 19-дағы қыз. 19-дағы қыз не біледі, айтшы? 19 тұрмақ 40-қа келген сен білмей жатсың, оң соңыңды. Не істеймін 19-дағы балам деп отырсың. 40-қа келген. Ал енді 19-дағы қыз не біледі? Саған келін болатын қыз. Еще ол туралы жаман сөз айтып жатсыңдар. Сол айтқан адамның өзінің қызы бар ма, қарындасы бар ма, шешесі бар ма, сенің өзі қандай адамсың, соны тыңдап отқан. 19-дағы қызда не күтесіз? 19-дағы қыз ол өзінің природасын дұрыс білмейтін шығар, басқасын айтпай қояйын. Өзінің генетикасын дұрыс білмейді. Сол генетикасын сұрап көрші адам, соны білмейді ол. Өзінің не істеп не қойып жүргенін білмейді. Енді ол бала көтеріп ертең мейлі физиологиялық ол дайын болып қалуы да мүмкін бала ботануға. Бірақ өзін біліп ертеңірте ыдыс аяқты дұрыстап жуалмаған қыз саған келін болып жарай ма? Сондықтан келінге тиіспе, анау балаңа ие бол. Балаң жарамайды қатын алғанға. 19-дағы бала 19-да алса 20-да ажырасады. 2 күннен кейін көше қаңғиды, соны сен қой деп сіз айтамайсың оған. Келіннің ол қыдырғысы келеді, 19-дағы қыз, сонымен пайдасы жоқ қалатын дүние. Қажет емес ол. Әкем қайтыс болып кеткен, жақында қарызы қалған, қыздарына жабуға бола ма қарызын, или ұлдар жаба ма? Қайсында шама бар, солар жабыңдар. Әкеңнің қарызы ол қызды бөліп алмаңыздар. Қаншама әкелер, аналар қайтыс болғаннан кейін қарыздар өтелмей жатыр. Сондықтан қарыздар өтелмей жатқан адамның қарызын балалары өтеп беру керек. Егер қарыздар өтелмесе, онда балалары жауап береді Алланың алдында, және өлген адамға ең ауыртпашылық болады. Мойнына қарыз алған адам қарызын өтеп беру керек. Нұреке, қазіргі жастар көп нәрсе біледі. Білгеннің бәрі адам бола алмайды. Мәселе білуде емес, білгенді шайтан да біле береді. Білу басқа, өмір кітабын оқу деген өмірмен жүру басқа. Өмірмен жүрген адамдардың барлығы өмірге дайын емес, түсінесіз бе? Сондықтан сіздер ана сөзделе бермеңіздер. Мысалы, сен өзің өмірде қалай болып жатқанын білмейсіз, жап-жас бала не біледі? Мәселе оның физиологиясы дегенде анау кітапты оқып алған шығар, мен оны айтып жатқан жоқпын. Бірақ өмір күйіне кешу ол бала білмейді. Бала білмейді. Білмейтінді білмейді деу керек, ол анық ол. Ол жаңағы ақыл айтып көшеде 4 кітап оқыған емес ол. Ана оқыған ұстаз дегендердің өзі ауыздарына не кіріп не шығып жатқанын көріп жатсыздар ғой. Оқу бір басқа, ақыл болу бір басқа, даналық болу, оны өміріне кіргізу, ол бәсәрсен басқа дүние. Оны Құдай бермеуі де мүмкін. Зират қирап қайта-қайта көтеруге болады ма, не істеу керек дейді. Егер зиратыңыз адамдарды жолын жабатын болса, онда зиратты қайта көтеруге болады. Егер мысалы құлап, адамдардың жолын жауып, қисайып, бір жағы сөйтсе, орнына келтіріп, бірінші қалпын келтіріп қойса болады. 5 уақыт намазға қанша уақыт кетеді? 20 минут кетеді. Әйелімнен ақша алғам, қарыз болам ба, бірге тұрамыз бірақ. Берем деп алған болсаң бересің, беру керексіз. Күйеумен ұрсып төркіндемін. Мен еш іздеп келген жоқ, не істесем екен? Қайтадан бар.
қайтадан бір кешірші, менің эмоциям көп, кешірші мен жаным, білмей қалдым мен жаным, мен осындай әйелмін ғой, өзі сенсіз өмір сүрмейді екен, мен көрдім, мен кішкене ақымақпын деп. Енді барсаң еркек кешіре салады. Сөз қуалап, мамаңның сөзін тыңдап, подружкалардың сөзін тыңдап, олардың біреуіне саған бай болып бермейді. Ешқайсысы саған күйеу болмайды. Ешқайсысы саған жаны ашыған болып сөйлейді, саған пайда бермейді. Олардан ақша сұрасаң қашып кетеді барлығы. Сенің барлық жынды мінезіңді де көтеретін, балаларыңа әке болып беретін, сенімен жатып, сенімен бірге тұратын, сенің бүкіл иісіңді көтеретін, сенің жақсылығыңды көтеретін, ертеңгіде аузың сасып тұрса да сені шыдайтын, сол жер бетіндегі жалғыз күйеуің болады. Соған бар, басыңды қатырмай. Тек қана ұрып тепкілеп басыңды жарып атса, онда басқа мәселе. Ал енді болмайтын, сен а дедің, мә дедің, сен боқтадың, мен боқтадым, ананы айттың, мен бүйтіп айттым деп сөз қуаласаң, өмірің ары қарай да жетіспейді. Сондықтан ең дұрысы сабыр қылып, мен тыңдасаң, барып қайт. Қал күйеуіңмен. Қызымыз балиғат жасына жетті. Намазға бұйыру керекпіз бе ата-анасы ретінде? Бұйыру деген сөзді дұрыс түсіну керек. Бұйыру деген сөз ыдыс-аяқ жина, үйді жинап қой, полды жуып қой деген сияқты дүниелер бар. Оны жасау бір бөлек болады. Ал енді бұйыру деген сөз ұрып, соғып, ар-намысына тиіп, жегіп жасалмайды. Лә икраха фид-дин. Дінде зорлық жоқ. Бірақ жақсы мінезбен көрсетіңіз, мейірімдікпен көрсетіңіз, өзіңіз бас болып тұрыңыз, содан кейін жақындатыңыз, қаумалаңыз дейді қазақ. Бүйтіп жақындатыңыз ортаға, сөйтіп барып намазға келеді. Өзің оқымайсың, балаң қалай оқиды? Өзің қалай болса солайсың оқиды. Намазың бар, басқа амалың жоқ. Намазың бар, тілің 2 метр. Сол намазға көріп тұрып, бала бүйтіп қарап, намаз оқыған түрі осы болса дейді. Сондықтан өзің жақсы бол, бала келеді сол кезде. Елдің іргесі берік, тұғыры биік болсын дейді. Амин. Амин. Кешірім сұрайын, бір кісілер келіп тұр екен. Қандай мәселе екен сұрайыншы. Адамдар келіп тұр екен, кешірім сұрайын. Негізгі сұрақтарыңызға жауап беріп көрейін. Біраз халық жиналып қапты. Әкем өмірден өтті, түсіме кірмейді, неге дейді, сағындым дейді. Намазға тұрсаңыз кіретін болады. Табарак мүлік сүресін оқытып тұрыңыз, оқыңыз. Әкемді айттық. Саламатсыз ба? Түшімде жолдошымның чачы ағарып кетіпті, переживаю. Переживать етпеңіз. Чачы ағарған жақсы еле. Қырсық деп қойыды ел ішінде. Ама шариатта чачы ағарған бір чоң кенен түшінікті береді, ойды береді. Құдайым берсе жақсы болады, не переживайте. Қанша уақыт қайда кетті? Жексенбі күнінде мешітте боласыз ба? Мешіттемін ғой. Пусть здоровье, радость, благополучие всегда поселится в вашем доме. Спасибо вам за что. Рахмет, Аллахан, Алла разы болсын. Көп жылан көрем, дем салдыруға керек болады. Қара сиқырдан қалай қорғануға болады? Рұқия оқу керек. Таң намазын 5-ге дейін оқуға бола ма? Жоқ, болмайды. Күн шыққаннан кейін қаза болады. Заңды некені бұзса, мұсылман неке бұзыла ма? Егер сотқа жолдасым өзі берсе, сен я согласна деп қол қойсаң, талақ түсіп кете береді. Бүгін таң намазға ұйықтап қалыппын. Парызын оқуға ғана уақыт қалыпты. Сүннеттің қазасын оқу керек пе ұстаз дейді. Жоқ. Уақыт шығып кеткеннен болды. Парызын оқып болдыңыз ғой. Күн шыққанша оқысаңыз болды. Өйткені таң намазын кейбіреулер обедке дейін оқиды дегенде дұрыс түсінбей жүр екен. Таң намазды 5-ге дейін оқу деген сөз, ұйықтап қалсаң, күн шығып кетсе, сол күні 5-ге дейін, обедке дейін таң намаздың қазасын өтесеңіз, онда сүннетімен қоса қойсыз, және ол оқығаныңыз бәрі бір қаза болады. Қаза болады. Түске дейін оқытыңыз қаза болмайды деген сөз, қаза болады. Намаз өз уақытысында оқылса ада болады, уақытысы шыққаннан кейін оқылса қаза болады. Қаза болған намаз мойнынан түседі, бірақ сауап алмайсыз. Намаз уақытысында оқылса мойнынан түседі,
плюс бонус сауап аласыз. Айырмашылық осыда. Бала так жеңіл болу үшін, іштегі сезім ренішті ұмыту үшін не істеу керек? Адамды әулие көрмеу керек. Адамға қатты байланбау керек. Адам өзі сынақ адамға қатты байлаған жерден келеді. Сіз кімге, неге, не нәрсеге қатты жүрегіңді байласаң, проблема солдан келеді. Байлықты ойласаң, бірінші орынға қойсаң, проблема байлығың болады. Қызметіңді, креслаңды, өмірлік мәселеңді ойласаң, проблема сол жерден келеді. Балам десең, проблема балаңнан келеді. Байым десең, проблема байыңнан келеді. Қатыным десең, қатының көзіңе шөп салады. И сол сияқты проблема болады. Неге? Жоқ Құдайдан жоғары еш нәрсені қоймаңыздар. Яғни адам, ол адам түсініңіз, бала болама, басқа болама, адам. Сондықтан әр нәрсеге Құдайдың нығметі, Құдайдың жақсылығы деп түсініңіз. Бұл өмір сүру жеңіл болады. Одан кейін бауырым десең, сол бауырың бетіңе пошел вон дейді, бетіңе кетші бар дейді. Надоел қаным ішіп біттің дейді. Өйткені неге? Сіз жақсылық істейсіз де соны талап етесіз. Маған мынаны берші, мен саған мынаны істедім, мынаны талап етесің, таяқ жейтін жерің сол болады. Ешқашан көңілің толмайтын болады. Мәселе осыда. Қаза намаздарды кешке нешеге дейін оқу керек? Өлгенше уақыт. Бір намаз қалып қалды ма, сұрауға өлгенше оқылсаң болды. Яғни қарыз тұра береді мойныңда. Бірақ қарызды мойныңа желкелеп алып жүрген жақсы емес. Не ғұрлым? Тезірек қарыздан құтылу керек. Түсінде тобит көрсең, енді адам болғаннан көре береді. Бірақ негізі түсінде мына қайта ит көру жақсы емес. Қайта ит көру, құлап баратқанды көру, қара түнек көру, орманның ішін көру, құзды жарды көру, жыландар көру, бір 9 нәрсе айтылады. Осы сәл жағымсыз. Және бұл нәрсені аптасына 7 күннің ішінде 4 рет көретін болсаңыз, бұл сиқырдың белгісі болады. Сиқырдың аламаты дейді. Өзіме өзім қалай дем салам? Фатиха сүресін білген сүреңізді оқисыз, қолыңызға жай ғана сүфте бүрлеп, сілекейіңді шашып берме. Жай ғана бүрлеп, үстіңді сипап қой болды. Ана ауыратын жерді сипаудың керегі жоқ. Біреулер ауыратын жерін барып ұстап, аяғың ауырса, аяғын ұстап, басқа жағы ауырса, басқа қуық, простатит бәрін уқалап жіберме. Керегі жоқ ол жақтың бәрін. Мастит, цистит бәрі уқалап, біреудікін уқалап, ары қарай кетіп қаласың. Сондықтан ол дұрыс емес. Олай істеудің керегі жоқ. Ешкімді уқалама, массаж жасама ешкімге. Әшейін басыңды сипап қой болды. Сипамасаң да болады. Жаңағы дем салып сүф дегенде ауырған жерді көздеп тұрып, тура бір қай жеріңде еңкейіп тұр, қай жер, не жер деп тұрып, тура сол жерге сүф деп ұрып, обақсы айналып домалап кетіп, сондай болмасын. Керегі жоқ ондай нәрсе. Ондай масқарапоздықтың керегі жоқ. Алла өзің шипа берді, болды все. Өйткені Құранда аят тұр, бисмиллахир-рахманир-рахим, ва нуназзилу минал Qur'ан ма хуа шифа ва рахматун лил муъминин. Құранды мен шипа етіп түсірдім дейді Аллах Тағала. Мәселе сол. Алладан медет сұрап, жәрдем сұрау. Жақсы, Алла күндеріңізге береке берсін, аман болыңыздар, кісілер күтіп отыр екен, амандықта, сауықта болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.